Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге мен Бақтияр Хамид. Автожолдар ел экономикасының ең бір күрделі саласы. Бұған қазақ елінің Европа мен Азия арасын жалғап жатқан тиімді географиялық орналасуын қоссақ, нағыз табыстың көзі сол жолдарда жатқандығын аңғару қиын емес. Бұл мүмкіндікті тиімді пайдалану үшін ең алдымен заманауи автомагистральдарды салу керек әрине. Бұл бағытта елімізде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Хабарымыз бүгін осы сауалдың төңірегінде өрілмек. Студия қонағы Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрлігінің вице-министрі Мереке Пішембаев. Мереке Құдайбергенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді сізден ең алдымен осы еліміздің автожол саласында биылғы 2014 жылы қандай жұмыстар атқарылатынын сұрағым келіп отыр. Басында мен айтып өтейін дегенім, біздің Қазақстан бойынша 96.700 шақырым автомобиль жолдары бар. Жалпы ұзындығы дейсіз? Жалпы ұзындығы, иә. Соның 23.500 шақырымы бұл республикалық маңызы бар жолдар. 73.200 шақырым бұл жаңағы жергілікті жолдар. Жергілікті жол ішінде 30.000 шақырымы облыстық жолдары, бірақ қалғаны 40.000 шақырым аудандық жолдар. Соған былай қарап отқанда бүгінгі мынау министрлік, транспорт және коммуникация министрлігі сол республикалық маңызы бар жолдарға жауап береді. Жаңағы жергілікті жолдар, бұл жолдарға жаңағы облыстық әкімшіліктер және Астана, Алматы қалалары. Жергілікті биліктің құзырында дейсіз ғой? Иә, жергілікті билікте сол Алматы, Астана қала әкімдіктері жауап береді. Сондықтан мен айтайын дегенім, өткен жылы 2013 жылы сол министрлікте бізде сондай өзгерістер болды. Егер осы күнге дейін, өткен жылға дейін мынау тендер дейміз, конкурс дейміз, бәрін сол министрлік өзі өткізіп, мынау автомобиль жолдары комитеті өткізіп еді. Бірақ қазір мынау елбасы тапсырмасы бойынша біздің мынау сол министрліктің ішінен мемлекеттік компания құрылып, акционерное общество Қазавтожол деген құрылып, сол қазір билікті бәрін сол компанияға біз бердік. Қазір бүгінгі 1000 жаңа жылдан бастап сол мемлекеттік компания Қазавтожол жалпы сол жол бойынша жаңағы жұмысын бәрін жүргізеді, конкурс өткізеді, сапасын жаңағы қабылдайтын жұмысын бәрі сол бәрі функциясы қайшы соған берілді. Сол мекемеге берілді дейсіз? Берді, иә. Соны басқа министр жолдарды әкімшіліктің ішінде басқармалар өткізеді. Жалпы сондай өзгерістер болып отыр бізде. Енді сіз жаңа айтып өттіңіз жолдардың бөлінісі жайында. Мәселен, біз жаңалықтардан бір жерден көріп жатамыз, бір шалғайдағы ауылды көрсетіп жатады, жолы жоқ, жаңағы тастар төселмеген. Демек, бұл министрліктің құзырындағы мәселе болмай тұр ғой сонда, иә? Министрлік бұл жолдарға, қазір жергілікті жолдарға нормативтік жағынан қарастырады. Жаңағы проект эксперті жағынан тексеру, бақылау жағынан қарайды. Бірақ күнделікті қаржы бөлу, жаңағы бұл облыс әкімдігінен ақша жүктеледі. Бірақ сол жергілікті қаржы жетпегеннен кейін 2007 жылдан бастап республикалық бюджеттен трансферт ретінде Минэкономика мен ақша бөлініп отыр. Сондықтан енді былай қарағанда жалпы бүгінгі жергілікті жолдардың және істейтін жұмыстар әлі көп. Бүгінгі жағдай 30% жолдар нашар деп айтуға болады. Бүгін қазір бізде өткен жылы елбасының жарлығымен біздің сол транспортный системаға біздің сол заң бағдарлама 2020 жылға дейін қабылданды. Сол жол бойынша, сол программа бойынша 30.000 шақырымдай жолдар биыл осы 20 жылға істелінеді. Оның ішінде 10.000 шақырым жергілікті жолдар жөнделеді, сонда жоспарлануда. Енді Мереке Құдайбергенұлы, бізде жолға қатысты үлкен жоба Қазақстанда қолға алынып отыр. Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізі. Сол дәліздің қазіргі жай күйі қалай болып отыр? Өте дұрыс айтасыз. Осы жол 2010 жылы біздің елбасымыздың тапсырмасымен бойынша басталған. Батыс Европа, Батыс Қытай дейді. Бұл жол басталардың алдында үлкен жұмыс жүргізілді. Өйткені сол Қытаймен, Ресеймен, Еуропа одағымен келесі шарттарға қол қойылып,
осы жол басталарында сондай рәсімдермен өтіп, міне осы күнге дейін сол жолдан мысалы 2478 шақырым жол біз Қазақстан бойынша жөнделеді. Соның бүгінгі күні 1720 шақырым жолы істелінді. Биыл біз сол 157 шақырымда да биыл бітіреміз. Сонда ендігі жылы 2015-те осы дәліз жоспарлы бойынша аяқталу керек. Сондықтан қазіргі міне бүгінгі жұмыстар Шымкент пен Ташкенттің ортасында биыл басталып жатыр жұмыс. Сосын дағы осы жыл дағы Алматы Хоргос деген жол, сондағы биыл бастап жатырмыз. Сондықтан жұмыстар көп істеліп жатқан. Жаңағы осы жол бойынша енді бірінші Қытай мен Қазақстан 25% тасымалдау көбейеді. Қытай мен орталық Азия және Қытай, Ресей, Европаға 40%-ға дейін тасымалдау көбейеді деп ойлаймыз. Сондықтан мынау есеп бойынша 2020 жылға дейін 3 есе көбейеді транзиттік тасымалдау. Бұл дегеніміз бюджетке қосымша табыс қой. Бюджетке қосымша табыс болады. Жаңағы сол жол бойынша өнердегі халыққа жағдайы дұрысталады, экономикаға өте үлкен. Мен былай айтып өтейін, Совет үкіметінен бастап қарағанда мынау кезінде болды БАМ деген. Байқоңыр-Амурский магистраль. Соған қарағанда сондай үлкен мынадай құрылыс, бұрынғы Совет үкіметінде Қазақстанда мен ойлаймын бірінші сондай үлкен сондай құрылыс. Бұл жаңағы айтып отырмын, елбасының тапсырмасымен салынған жоба.